Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 33-ші сабақ әліпби тақырыбын жалғастыратын боламыз. Олай болса, бірінші жаттығу ертегіні түсініп оқы. Түлкі мен тырна. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ тарелкадан тұмсығымен шоқып ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып беріпті. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп, үйіне аш қайтыпты. Балалар, енді осы ертегідегі сұрақтарға жауап берейік. Ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой. Тырна қайда қонаққа келді? Тырна түлкіге қонаққа келеді. Түлкі ботқаны қайда салып берді? Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып берді. Тырна не себепті түлкінің үйінен еш нәрсе жей алмады? Себебі жайпақ табаққа берілгеннен кейін тырнаға ол тамақты алып жеу өте ыңғайсыз болды. Тырна қандай тамақ дайындады? Тырна сорпа дайындады. Оны қандай ыдысқа салып берді? Оны құмыраға құйып берді түлкіге. Түлкі ренжіп неге аш қайтты? Себебі түлкіге тамақ құйылған ыдыс өте ыңғайсыз болды. Яғни оның құмыраға басы сыймады. Сөйтіп тамақ жей алмады. Екінші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз. Балалар, бірінші біз осы жердегі көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жазып алайық. Содан кейін ғана біз жаңағы әліпби бойынша теріп жазатын боламыз сөздерді. Бірінші құмыра, түлкі, көлеңке, күміс, жүзім, бұрғы, құдық. Мінекей бізде осындай сөздер шықты. Енді әліпби бойынша жазатын болсақ, бірінші бұрғы сөзі, одан кейін жүзім, күміс, көлеңке, құдық, құмыра және түлкі деп осылай рет-ретімен жазуымызға болады екен. Балалар, сіздерге екінші тапсырма түсінікті болған болса, біз үшінші тапсырмаға көшеміз. Үшінші жаттығу әліпбидегі Р әріпінің алдында және соңында тұратын әріптерді ата. Сол әріптерден басталатын сөздерді айт. Мінекей балалар, біз сіздердің алтыларыңызға әліпбиді қойып қойдық. Енді осы әліпбиде қарайтын болсақ, Р-ның алдында П әріпі, ал Р-ның соңында С әріпі тұр екен. Енді балалар, осы П және де С әріптерінен келетін сөздерді құрастырып көрейік. П әріпінен келетін сөздер піл, парта, палас, палау, пойыз. Ал С әріпінен келетін самат, санат, салат, салтанат, семсер, тағы да басқа сөздер. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.